Балаларыңның сүндетке отыру тойы есте қалғанын қалайсың ба? Әбдіжаппар Әлқожадан сабақ ал. Балаларын сүндеттеп 20 мың халықты жинап көкпар берді әншіміз. 20 мың ойлаш? Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Артынан көкпар дүркіреген тойға ұласты. Так, 20 мыңға көкпар бердім. Енді балаларым сүндетке отырғызуым тағы да қалай есте қалдырсам болады. Үлкен мәшіне мейрамханаға кірейін ба? Жоқ болып кеткен ғой. Бірнеше метрлік торт істетейін бе? Жоқ, ол да болып кеткен ғой. Мен білем не істеу керек екен. Әбдіжаппар тойда қонақтарға акула етінен ас ұсынды. Жай акула емес, арнайы шетелден тапсырыспен алдыртылған. Белгілі аспаз Бағдат Қадыров акула жай балық сияқты бұқтырылады дейді. Кәдімгі уха жасаған сияқты ғой. Қазақтар той жасауда фантазияларына ерік беруге шебер екені барлығымызға мәлім ғой. Ең бастысы қазақтың